Бұл оқиға 2003 жылы мамыр айының соңында болған. Әкесі мен баласы түнде балық аулаудан көлікпен қайтып жатады. Ұлы артқы орындықта отырады. Олар қараусыз қалған ауыл арқылы жолды кесіп өтіп, үйге қайтпақшы болады. Өйткені бұл үйге бару уақытын үнемдейтін еді. Қараңғы, сонымен бірге өте суық кеш болатын. Ұлы анасына қоңырау шалып, олардың үйге бара жатқанын айтқысы келді. Бірақ телефонда сигнал жоқ еді. Олар жалғыз еді. Түн, сигнал жоқ. Оның үстіне суық. Жолмен қаңырап бос қалған ауыл ішінде келе жатты. Бір сәтте неге екені белгісіз, әкесі бір нәрсеге қобалжыды. Оны бірдеңе шошытты. Не екені жұмбақ болды. Бірақ ұлы мұны байқамады. Кенеттен біреу күтпеген жерден ұлының телефонына қоңырау шалды. Ол телефонды алып жауап берді. Бірақ кенеттен қоңырау үзіліп кетті. Ол кім екен деп сұрады әкесі. Білмеймін, мен жауап бердім. Сол сәтте байланыс кенеттен үзіліп кетті деп жауап берді ұлы. Саған қоңырау шалған адамның нөміріне қара. Мүмкін мамаң шығар, деді әкесі. Жарайды, әке, мен қазір қараймын, деген бала телефонын алып қоңыраулар тізімін қарай бастады. Ол қоңырау шалған адамның телефон нөміріне қарады, бірақ нөмірдің орнына мен сендерге жақын жердемін деген мәтін тұрды. Бала қорқып кетті де оны әкесіне айтып, қарау үшін телефонды берді. Әкесі кенеттен тормозды басып, олардың көлігі сілкініп барып тоқтады. Бала қорқып айғайлап жіберді. Ал әкесі оны тыныштандыруға тырысты. Сабыр ет, тыныштал, бәрі жақсы, деді әкесі баласын тыныштандырып. Әке, неге бұлай істедің? Не болды? Деп сұрады. Баласы көз жасын тыймай. Жарайды, жылама, мен біреуді көрдім, қорықпа, ауылдан келген адам шығар, мен қазір келемін, деген әкесі көліктен түсіп, біреуді көрген жерге қарай жүре бастады. Ол қалың қараңғылыққа тіке қарай жүре берді. Содан кейін ұлы қара түнекке еніп кеткен әкесін мүлдем көрмей қалды. Сол кезде айқай естілді. Ұлы қорқып кетті. Қайтадан жылай бастады, бірақ көп өтпей барлығы тынышталды. 3 минуттай уақыттан кейін әкесі көлікке жақындады. Иығынан қан ағып тұр. Көзінен де қою қара бірдеңе ағып жатыр. Әке, мен қорқып тұрмын. Не болды? Әке, өтінемін, кеттік. Неге қан кетіп жатыр? Деп сұрады ұлы, бірақ әкесі жауап бермеді. Есікті үнсіз жауып, көлікті оталдырды да жүре берді. Бала одан да қатты жылады. Көлік ішінде шіріген еттің иісі қатты шығып жатты. Ақыры әкесі, балам, сабыр ет, үйге барамыз, деді. Осыдан кейін көлік көз ештеңені көріп байқамайтын қара түнекке қарай жылжып, еніп, жоғалып кетті. Олар шынымен де жоғалып кеткен еді. Содан кейін ауыл полициясына қоңырау шалынды. Офицер, бір әйел телефон соғып, күйеуі мен ұлының жоғалып кеткенін айтып жатыр. Қоңырау шалған адам, ол әйел түнде ұлы мен күйеуін балық аулаудан күтіп отырған, телефон соқпақ болғанын, бірақ оларда сигнал болмағанын айтады. Офицер, олар қай жерде балық аулаған еді, деп сұрады. Қоңырау шалған адам, пәленше деген көлге кеткен екен, деп жауап берді. Офицер, онда қазір барып қараймыз ол жерді. Тағы қандай мәлімет бар, деп соңғы сұрақты қойды. Телефон соққан адам, мен ол көлге жақын жерде бір ауыл бар екенін анықтадым, бірақ олардың ол жаққа баруы екі талай сияқты. Себебі ауыл қаңырап бос қалған және онда апаратын ешқандай трасса немесе жол жоқ. Құрметті көрермен, каналымды қолдап, лайк басып, комментарий жазып, тіркеле кет. Басыңнан өткен осындай қорқынышты оқиғалар болса, комментарийға жаза кет. Келесі шығарылымдарда жариялайтын боламын.